Елбасының жолдауында агроөнеркәсіп кешенінің әлеуетін толық іске асыру көзделген. Еңбек өнімділігін және қайта өңделген ауыл шаруашылық өнімінің экспортын 2022 жылға қарай 2,5 есеге көбейту тапсырмасын орындау мақсатында арнайы жоба қолға алынды. Түркістан облысында агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың өңірлік бағдарламасы әзірленіп, ауыл шаруашылығы саласын дамытуға күш салынатын болады. Өңірлік бағдарлама 15 аймақты қамтып, 19 басым бағытты айқындап отыр. Онда негізінен өсімдік шаруашылығы бойынша 8, мал шаруашылығы бойынша 7, қайта өңдеу және экспортқа өнім шығару бойынша 4 бағыт қаралған. Ол еңбек өнімділігін 2017 жылы 1,160 миллион теңгеден 2022 жылы 4 миллион 400 теңгеге арттыру, ауыл шаруашылығы жалпы өнім көлемін 2017 жылы 482 миллиард теңгеден 2022 жылы 1 триллион 225 миллиард теңгеге арттыру. Үшінші, өңделген өнім экспортын 2017 жылы 231 миллион ақш долларынан 578 миллион ақш долларына ұлғайту негізгі мақсат индикаторы бекітіліп отыр. Бағдарлама негізінде егістік жерлер тиімді пайдалану әртараптандырылады. Егістік көлемі 2025 жылға дейін 128 мың гектарға артады. Нәтижесінде өсімдік шаруашылығында өндірілген өнім 3 есеге артып, 840 миллиард теңгеге жететін болады. Облыс аумағында тұқым шаруашылығын дамыту арқылы дақылдардан мол өнім алу мақсаты тұр. Қанша процентке көбейді, қанша қаржы түседі, қанша салық түседі. Біздің мәселе сонда. Және терең өңдеу арнайы көрсетілу керек мұнда. Терең өңдеу. Құрметті әріптестер, біз терең өңдеуге көшпей еш нәрсе болмайды, естеріңізде болсын. Әрбір сала бойынша терең өңдеу, соны жасауымыз қажет. Қазір облыста қарқынды бау өсірумен айналысатын шаруашылықтар дамып келеді. Агрофуд Казахстан, Далафруд, Арсенал Сад, Амангелді, Сарағаш жер сыйы шаруа қожалықтары жеміс-жидек пен жүзімнің жаңа сорттарын облыс аумағында аудандастырып, мол өнім алуға қол жеткізуде. Мәселен, бір ғана Агрофуд Казахстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 3,5 миллиард теңгенің инвестициясын тартып, 100 адамды маусымдық жұмыспен қамтып отыр. Аудандар енді аяғынан тұрып, өздерінде осы салаға қатты жұмыс істеу қажет. Түсініңіздер ме? Екіншіден, берілген қаржы, өндірілген өнім, сапа және соның аудан көрсеткішіне деген тиімділігі. Осы мәселені ойлаңыздар. Бұл жайлы есеп жоқ бүгінге дейін. Қолға алынған бағдарламалардың қарапайым шаруалар үшін де шарапаты мол болмақ. Бұл ең алдымен елбасы жолдауын жүзеге асыра отырып, қарапайым халықтың әлеуметтік ахуалының артуына мүмкіндік бермек. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Рулан Рүстемов, Нуридин Искаков, Туран Ньюс.